Қайырлы кеш, Гүлзат қалғалай. Амансыздар ма? Шүкір бәрі жақсы. Жолдан келіп, есімізді жиып, сіздермен амандасып қояйын деп прямой эфирге шығып жатқаным. Жаңаөзеннен жалынды сәлем дейді. Жаңаөзенге өткенде барып келдік. Бәрі керемет болды. Өз-өзіме сыймай жүрмін, бір керекті ісімді таппай жүрмін дейді. Я, солай. Көп адамда болуда. Түсімде Шопан ата 12 адам жібереді, соның 12-шісің деп жатырсыз. Сен жарық жауынгерісің, сынақтар сені шыңдау үшін деп жатырсыз дейді. Енді жоғарғы әлемде бәріміз бір-бірімізді білеміз. Одан кейін оқиғалар бірінші жоғарғы әлемде болады, одан кейін жерде қайталанады дейді. Түсіңізге сол кіріп жатқан секілді. Атырау маман қалама содан дейді. Енді адам өзі паниканы жақсы көреді ғой, байбалам салуда. Мысалы 10% оқиға болса, 50% үстіне қосып айтады, бір-бірін қорқытып, дүрліктіріп, ешқандай қорқытпау керек бұндай кезде. Енді бір жыл көлемінде айтылды ғой. Былтыр наурызда осы нәрселер айтылған. Енді мен үшін өте шок болды. Жер сілкінісі жаңағы қазір Испаниядағы Жанартау атқылап қалаға қауіп төндіріп жатыр. Одан кейін тек қана су басу Қазақстанда ғана емес, барлық жерде болуда. Осының барлығын көрсеткен кезде менде кәдімгідей шок болды. Былтыр естеріңізде болса, наурызда эфирге көзім жасаурап жылап шыққан едім. Өз-өзімді ұстай алмай. Енді бір жылдан кейін сол болып жатыр. Ол кезде енді заман тыныш болғаннан кейін адамдар қабылдай алмады ақпараттарды. Бірақ бұл ескерту болды, одан кейін ескерту болғанда енді түсінсін деп жатыр да сіздерді. Дәуірдің өзгергенін, су құйғыш дәуірі келді, жаңа дәуір келді, ескі дәуір кетті. Жаңа дәуірдің өзінің белгісі сондай, қолында екі құмырасы бар, бір құмырамен сумен ескі нәрсені тазалап, екіншісіне жаңаның дәнегін себем деген белгімен ақ су құйғыш дәуірі өзі көрініп тұрды. Қазір сол нәрсе болып жатыр, ал негізінде бұна судың барлығы қасиетті дейді қазіргі пенделік көзбен қарағанда. Жанның көзімен қарасаңыз, әрине қорқынышты. Одан кейін бұл тақырыпты түсінбейтін адамдардың паника туындатуының өзі енді заңды шығар. Себебі түсінбей жатыр ғой. Одан кейін тірнектеп жинаған жаңағы дүниесі, үйі, мал жайы барлығы суға кеткеннен кейін әрине ішің ашиды. Алайда тақырыпты түсінген адамдар сабыр сақтап түсініп отырар жағын. Жалпы не болып жатқан? Өйткені бір жыл көлемінде бұның барлығы айтылды біріншіден. Екіншіден, әр адамның ғаламға өзінің борышы бар, берері бар. Өткен өмірден қалған қарымталары бар, қарыздары бар. Сол нәрсені массовый ғалам өзі керегін алып жатыр. Және позитивті көзбен қарайтын болсақ, жаңа қасиетті сумен жерді тазалап, ол жердің астында қандай энергия болып жатқанын сіздер білмейсіздер. Астының барлығы қап-қара болып тұр. Ол төменгі энергия әр ескі үйде тұр. Ескі үйдің барлығы жерді совсем төмен қарай тартып тұр. Су сол нәрсені тазалап өтіп жатыр қазір. Бұл жерде адамдарды жапырып өлтіріп кетіп жатқан жоқ қой. Үйлерді ескі нәрсені алып жатыр. Орнына жаңасын береміз дейді. Ертең күні
көресіздер, жайнап шығады ана жер, жасыл желекке айналады. Қазір байбалам салған адамдар жаңа үйге ие болады. Ауылдағы үйлер әр жерде бір орналасқан. Адам ешқашан өздігінен зона комфортадан шыға алмайды. Өздігінен жаңағы ескі нәрсеге жабысып, былайша айтқанда отыра береді. Ана ауылдағы үйлер, ол қай жылы салынған Құдай білсін, сөздің шыны керек, ақтап қойып отыра береміз. Жаңаға ұмтылмайды. Сондықтан табиғат өзі тазалап алып кетіп жатыр. Бұл жерде адамдар ешкімді кінәлай алмайды. Ертең күні көресіздер, қатарынан тұрған әп-әдемі үйлер, жаңа үйлер бой көтереді. Жердің барлығы тазарып, қара энергиядан жасыл желекке айналады. Соны қабылдау керек, жақсы мынандай көзқараспен қарау керек. Енді қайтыс болып кетіп жатқан жандар, енді олар былайша айтқанда енді өздерінің тағдыр кітабына жазған жоспарлары, сосын дүниеге байланбаңдар дейді. Жаңағы ескі үйде бір заттарым қалып қойды, үйім не болып жатыр, ана затымды алып кетуім керек ау деп артқа бұрылып қайттан қайтпаңдар дейді. Өйткені ол табиғат өзі алып кетуі керек. Біз дүниеге келген кезде өзі дымсыз келеміз ғой, дымсыз келіп, дымсыз кетеміз. Дүниеге байланбаңдар дейді. Бұл бірінші сабақ. Екінші сабағы адам мен табиғаттың арасындағы байланыс үзіліп қалды. Адам түсінбейді. Мысалы өткенде Тайваньда жер сілкінісі болды ғой, жойқын. Сол кезде жердің, судың астындағы, ең төменгі астында патшалық бар, су патшалығы. Сол жерде балықтың королі бар ғой, сол ұсталған, қармаққа ілінген. Ал ол белгі ретінде ұсталған қармаққа, яғни сақ болыңдар, сендерге апат келе жатыр, жер сілкінісі болады деген белгімен жаңағы балық әдейі халыққа келіп тұр. Алайда адам мен табиғаттың арасы үзіліп қалған байланыс, оны түсінбеген әлеуметтік желіге салып жатыр. Мынау адамды өлтіретін жыртқыш балық ешқашан бұл бұрын соңды қармаққа ілінбеген, міне қармаққа ілінді, ұзындығы осындай сантиметр деп жариялап жатыр. Ал ол негізі халыққа белгі ретінде ұсталып тұр. Сақ болыңдар, мына жер астында үлкен дүмпу болады, сақтаныңдар деген белгі. Видите, бізде баланс үзіліп қалған, біз түсінбейміз. Қазір енді осы ортада үзілген нәрсені адам мен табиғаттың арасын жалғап жатыр. Ата-бабаларымыз біздің табиғатпен етене байланыста болған. Табиғатты түсінген. Қазір енді біз үшін бұл анандай үлкен жаңалық болып жатыр да. Ойбай, сонда қасиет ашылған адамдар қалай көреді, параллель әлемді қалай көреді, жаңағы табиғатты қорғап жүргендерді қалай көреді, қасында жүрген періштелерін қалай көріп сөйлеседі, жоғарғы әлемдегі жаңа бөлік-бөлік бізге көмектесіп жатқан өзіміздің жоғары өлшемдегі бауырларымыз бар ғой. Үркер, Андромед, Сириус, Сүмбіле, Арктур деп айтып жатырық қой. Қазір сіздерге ол жаңалық болып жатыр. Сендер қалай көресіңдер деген сияқты. Ал біздің ата-бабамыз оларды почти барлығы көрген екен. Үшінші көздері ашық болған ғой. Үшінші көзбен көреді, оны бас көзбен көрмейді. Көзің ашық, көкірегің ояу болсын деген сөз сол екен. Көзің ашық, яғни рухани әлемді, рух әлемін көр. Сонымен байланыста жүрек көзің ашық болсын. Жердегі нәрсенің барлығын қабылда. Қазақ айтып кеткен ғой, құдайсыз қурайда сынбас деп. Әр жапырақтың сұрауы бар, әр тастың сұрауы бар. Осы нәрсені қазақ өте білген, санасы ашық болған. Егер санасы ашық болмаса, дәлел сіздерге. Бұрын мысалы календар, телефон, бұндай нәрселер болмаған ғой. Табиғатпен байланысу арқылы білген. Жаңағы үркердің толғағы, үркердің батуы, құралайдың салқыны деген сияқты ауа райына қатысты көп деген болжамдары бар. Қазақтың қасында үркерлер жүрген. Үркер деген ол бізден деңгейі үлкен өркениет. Бұл тақырыптарды мен сіздерге
бір жылдан бері айтып жатырмын, сіздерге күрделі болған, қазір мен өзім түсініп жатырмын, осознавать етіп жатырмын. Себебі анау практика теория жағынан екі жақтан келгеннен кейін мен өзім түсінгеннен кейін сіздерге де түсінікті деп ойлап жүрмін ғой. Бірақ ол сіздерге түсініксіз болған екен. Үркер деген кім, жаңағы Арктур деген кім, Сүмбіле деген кім, сіздер түсінбей жатсыздар. Бірақ көптеген кітаптарды сіздерге бердік. Былайша айтқанда ұстайтын нәрсе бар. Бұл жерде дінге тұрды. Қыздар жан жақтан жұмыс істеп жатыр, кітаптарды аударып жатыр, крайонның жолдамаларын беріп жатыр. Өз еркімен өзінің ішін тыңдап, жүрегін тыңдап, оқыған, өз бетінше ізденген адамдар қазір түсініп қалды оны. Уже түйсігімен өзінің бірігіп, түйсігімен жүруде. Байбалам салып жатқан жоқ мынандай қазіргідей ситуацияда. Бір жыл көлемінде бізді осыған дайындады. Теориясын берді. Ана шетелдіктерге ченнелингті не үшін бергенін айтты. Том-том кітаптар жазылды. Не үшін? Қазір сіздер түсіну үшін. Бірақ жаңағы еріншектік басып кетті ма, жоқ әлде ол керек емес деген нәрсе, қолды бір сілтеу көп болды да, соңында осындай жағдайлармен бетпе-бет кездесіп жатқан кезде адамдар көп паникаға кетіп қалып жатыр. Бір-бірін қорқытуда. Жай ғана қарапайым Алматыдағы жер сілкінісін алайықшы. Өткендегідей 6-7 балда Алматының сапасыз үйлері ол көтермейді. Давно қирап болатын еді. Енді сіздерге сұрақ, неге қирамады үйлер? Сол күйінше тұр. Ештеңе қирамады. Адамдардың бәрі сап-сау. Неге? Артында бір себеп тұр ғой. Осы нәрсені түсініңіздер. Сондықтан, қазіргі болып жатқан нәрсе, Атырауда да ертең су келеді, тазалайды. Бірақ адамдарды өлтіру үшін емес, табиғатты тазалау үшін. Саналы түрде сіздер осыған дайын болыңыздар. Адамдарды біріктіру үшін бір жағынан. Қазір материалдық дүние екінші жақта қалды. Адамды алды, материалдық дүниені бүйтті де тартып ала салды. Табиғат өз дегенін жасап келді. Адамдар бірікті. Бір-біріне қамқор болып жатыр. Бір-біріне қол ұшын созып жатыр. Бірліктің не екенін түсіндіруде табиғат. Түсініп отырсыздар, материалдық әлемге байланбаңдар дейді. Осы нәрсені түсіндіре алмай жатыр. Үзіліп қалған нәрсені біз енді уақыт өте келе қайтадан жалғайтын боламыз. Қасиеті өте ашылып жатқан адамдар өте көп. Ертең жан жақтан адамдар бір-біріне көмек беретін